Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай дәл ресторандағыдай себеттегі салат әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен себетті дайындаймыз. Ол үшін лаваштан 4 бұрышты кесінді кесіп алу қажет. Енді шұңғылдау тарелканы алып, соған лаваштан себеттің формасын шығарамыз. Духовкада пісірген кезде форма сақталу үшін ортасына кесе қоямыз. Кесені міндетті түрде видеодағыдай қою қажет. Төңкеріп қоюға болмайды, себебі кейін лаваштан кесені аламай қаласыздар, жабысып қалады. Артылған кесінділерден кішірек себет жасаса болады. Себеттерімізді духовкада 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Енді салат әзірлейміз. Салатқа қосылатын барлық заттарды майдалап тураймыз. Тауық етін қолмен майдалап үземіз. Салат жапырағында майдалап қолмен үземіз. Өз қалауымызша тұздаймыз, сұйық май қосамыз, бұрыш қосамыз және жақсылап қолмен араластырамыз. Суыған себетті ыдыстардан босатамыз. Себетіміздің ішіне салатты саламыз.
Салаттың бетіне майда үккіштен өткізілген ірімшікті себеміз. Мінеки достар, бізде дәл ресторандағыдай себеттегі салат шықты. Бұл салат өте дәмді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.